Бүгін сіздермен өте дәмді бауырсақтың рецептімен бөлісемін, жасап көріңіздер. Ол үшін сүтімізге қантымызды, ашытқымызды салып, жақсылап тұрып араластырып, 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ұнымызды дайындап аламыз, және де дайын болған ашытқымызды ұнымыздың ортасына құямыз. Тұзымызды суға салып, алдын ала тұздық дайындап қоямыз. Суымыз жылы болу керек. Және де ұнымыз бен ашытқымыздың үстіне майонезімізді саламыз. Дайындап қойған тұздығымызды бауырсағымыздың үстіне құйып, иін қандырып, жақсылап тұрып бауырсақ илейміз. Бауырсағымызға керек заттардың барлығы қанша мөлшерде екені описание бөлімінде жазылып тұр. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Бауырсағымызды илеп болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Бауырсағымыз көтерілді, және де көтерілген бауырсағымызды бір рет басып, тағы да көтерілуге қоямыз. Мен тақтайымызға ұнымызды сеуіп, алдын ала дайындап қойдым. Және де бауырсағымыз екінші рет көтерілді. Бауырсағымызды екіге бөліп, жайып шығамыз. Және де өз қалауымыз бойынша түрлі формада кесуімізге болады. Мен бауырсақтарды 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Және де осылай кесілген бауырсақтарымызды тізіп шығамыз. Және де бауырсақтарымызды осылай тізіп алғаннан кейін 10 минутқа көтеруге қоямыз. Міне бауырсақтарымыз көтерілді. Енді пісіруімізге болады. Табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Және де көтерілген бауырсақтарымызды салып, екі шетін қызартып, осылай пісіріп аламыз. Міне бауырсақтарымыз дайын болды, жасап көріңіздер.